Егер Трамп жеңілген кезде мойындамайтын еді бірден. Камала Харрис жеңілгеннен кейін мойындады. Ең қызық сайлау осы ақш-та осы өткен сайлау болып тұр. Америкада ақшаң болмаса сайлауда жеңу мүмкін емес. Қазақстанда президент болғаннан гөрі ақш-та президент болған қиын сияқты. Әлемдегі ақш президенті болу әлемдегі ең қиын жұмыс саналады ғой. Өткен аптаның жаңалығында көп айтылып кетті ғой, Тоқаев мерзімінен бұрын келуі мүмкін, бір киргизстар кетуі мүмкін деген сияқты. Маған ана Кремльдің подсказкасымен жасалып отқан дүние сияқты көрінеді. Армысыздар құрметті көрермен, Ара медиа арнасында әңгіменің ашық алаңында бүгін қонақта Шалқар Нұрсейіт келіп отыр, саясаттанушы, сондай-ақ менің әріптесім Асылхан Мамашұлы. Енді алдын ала бір құлаққағыс жасай кетсем, өйткені алдағы хабарды көрген біраз көрермендер бізге бір сын айтып жатыр екен, жаңағы өз ойларыңды білдіріп жатсыңдар, немесе жаңағы сұхбат арасында күліп отырсыңдар деп. Негізі бұл сұхбат емес, әңгіменің ашығы, жаңағы былай айтқанда үш адам болып жатқан оқиғаларға қатысты өз ұсынысымызды, ойымызды, пікірімізді, жаңағы білетін білмейтін затымызды айту ғой. Сосын күлкіміз келген жерде күлу да. Күлуге болады. Енді Шалқарды бекер шақырып отырғанымыз жоқ, өйткені Шалқар білетін жұрт Шалқарды саясаттанушы деп біледі, сосын болашақта оқып келген деп біледі. Бірақ енді Шалқардың ақш-тың бұрынғы президенті Барак Обаманың спичрайтерінен сабақ алғаны, Клинтонның әйелі Хиллари Клинтонмен бірге жүргені, оның қасындағы командада бірге жұмыс істеген көп адам біле бермейді. Сондықтан бүгінгі әңгімені осы ақш-тағы сайлау жайында бастасақ. Кеше әлеуметтік желіден көріп қалдым, біреу жазып қойыпты, ақш-тың да сайлау жетісіп тұрғанын шамаласақ, бір шалдан құтылып екінші шалға кезіп депті. Сол қалай өзі, не болып отыр қазір? Енді ақш-тың жеңілгендер мойындады ма жеңілгенін? Иә, мойындады. Егер Трамп жеңілген кезде мойындамайтын еді бірден. Камала Харрис жеңілгеннен кейін мойындады. Енді былай тарихқа қарасаңыз, демократтар өзі мойындаған жақсы көреді ғой. Кезінде кіші Джордж Бушқа жеңіліп қалдым деп Аль Гор мойындады ғой. Шын мәнісінде Аль Гордың ол тірлігін 2000 жылы көптеген америкалықтар мемлекеттік қайраткер жасаған тірлік деп бағалайды. Өйткені енді асырып айтады ғой, жаңағыдай азаматтық соғыстың алдында тұрып деген сияқты. Флорида штатындағы дауыс санау өте бір дау-дамайға басып кеткен. Өйткені Флоридада сол кезде Джордж Буштың бауыры Джеб Буш губернатор болып тұрған. Сөйтіп жаңағы бауырына бүйрегі бұрып кеткен шығар деген сияқты оймен дауысты қайта санау жүрді, жоғары сот бір пәтуасын айтты дегендей. Бірақ сол уақытта Аль Гор мен көп болса ол кезде 20 мың ба сондай дауыс, қателеспесем, айырмашылық. Сондай дауыспен мен жеңілдім деп, Аль Гор маған елдің тыныштығы керек, Американы алға жылжығаны керек деп беріле салған. Камала Харрис ол бірден мойындаған адамдардың біреуі. Жаңағы Трампқа өзі телефон шалған, одан кейін осы бүгін ғана Американ уақытымен көпшілікке арнап сөзін айтты. Кеше ғана бір-бірінің бетін жетіп жатыр ғой, қазір мойындады. Құттықтаған, одан бөлек Джо Байден Трампты құттықтаған. Бірақ енді өзің жақсы көретін, қатты құрметтейтін демократтар, оның ішінде жаңағы өзің бірге шай ішкен Барак Обаманың қолдаған кандидат Камала Харрис не үшін жеңіліп қалды? Енді бұл жерде көбісі айтады, феминистерден сұрасаңыз, әйел болғанша жеңіліп қалды дейді. Өйткені әйел президентке дайын емес Америка деп. Экономистерден сұрасаңыз, өйткені экономиканың жағдайы мүшкіл болғаннан кейін сол себепті жеңіліп қалды дейді. Тағы жаңа Трамптың фанатынан сұрасаңыз, Трампқа тең келетін ешкім жоқ дейді. Бұлай қарасаңыз, әрқайсының бір жаны бар да сөздің. Өйткені ол бір ғана фактордың әсерінен емес. Өзім 7 жылдан кейін, осы биыл жазда 7 жылдан кейін барып, Америка қайттан бардым. Сол кезде мен өзім байқағаным инфляция. Мысалы мен 2014-17 жылы 3 жыл тұрдым. 3 жылдың аралығында мен Қазақстандағы инфляцияны сезбегенмін. Жыл сайын 20%, 25% бағаның шарықтаған бірден білесіз. Ал ол жақта біз 3 жылдың ішінде байқаған жоқпыз. Ал мен 7 жылдан кейін осы жол барған кезде кәдімгідей байқадым. Пәтер ақының жаңағы бағасы, тамақтың бағасы, азық-түліктің бағасы, жолдың ақысы дегендей. Сол кезде мен ойладым, қазіргі Байден үшін, ол кезде Байден әлі президент боламын деп отырған. Байден үшін жағдай қолайсыз, өйткені Американың тарихына қарасаңыз,
билікте отырған президент экономика нашар болатын болса, оның жеңілу ықтималдығы өте жоғары. Байден осы жасы бар, оның алдында жаңағы бір-екі рет сөзін ұмытып қалғаны бар, күлкіге қалғаны бар, Трамп мазақтап жүрген кез ғой. Сол кезде ойладым, Байден жеңіліп қалса, ол Трамптан жеңіледі, екінші рет осы жолы жеңіледі деп. Сөйтіп жүрген кезде дебатта масқара болып, аяқ жағында Камала ойламаған жерден бәйгеге қосылып кетті ғой. Меніңше негізгі себеп сол да. Ол кім Байден нені көрді, мынау орталық Азияда президенттер отырады ғой, үнемі мен де отырсам қайтеді деп біраз ойландым да. Сол кеше кету керек еді басынан бастап та. Харриске беріп, барап түсе қойса, мен түспейін деп айту керек еді. Қазір демократтардың біздің жағдайларды көрдік қой, басқа нелер отыр, сондықтан шал болса да тағы бір түскісі келді. Ертерек кетсе болады. Орталық Азиядағы шалдарға күле бересіз да негізі. Бірақ өткенде осы ең қызық сайлау осы ақш-та осы өткен сайлау болып тұр. Бәленбай жылдармен салыстырғанда. Өйткені бұл сайлауда жаңағы ең бірінші президент үміткер Байден өзінің сөзінен жаңылды, тәлтіректеп жүрді деген сияқты. Одан кейін сайлаудың ортасында шығып қалды, Трампқа оқ атылды, қастандық жасалды. Одан кейін Камала Харрис қосылды деген сияқты. Былай қарағанда сайлау өте күшті немен өтіп жатыр да. Бірақ сол материалдардың ішіне бір дәу қарап отырғанда бір қызық детальға есімде қалып қапты. ақш президенттік билігін 40-шы жылғы туғандар әлі бермей келе жатыр екен. Кім? Обама ол жерде шамалы исключение. Обаманы есептемеген. Бәрі 40-шы жылғы туғандар. Баяғы Буш бар, одан кейінгі Клинтон бар, Байден бар, Трамп бар, одан қайтып келген Трамп бар деген сияқты. ақштың бәрі шалдар басқарып отыр былай қарағанда. Сон Шәкен өзің ақшты көріп білдің ғой. 40 жыл туғандар не бәлесі. Қазір мысалы қарасаңыз, мысалы зумерлер деген поколение шықты, оның алдында миллионим деген поколение шықты. Миллениалдар, зумерлер, қазір альфа бар қазір. Альфа бар, оның алдында тағы бір поколение бар. Бэби-бумер деп атайды. Бэби-бумер бар. ақштың өзі бір 10 поколениені санап тастады осындай әлеуметтік неге қарап, бірақ басқаратын өңкей шалдар бір Американың осындай демократиялы сол ма бір жастар шықпай ма? Бізді қойшы, бізді. Жоқ, ол жақтың шалдардың айырмашылығы бар, артықшылығы бар. Ол шалдар өз-өздерін тағайындамайды да. Сайлау арқылы келетін шалдар олар, қанша дегенмен мойындау керек. Бірақ жаңағы сөзіңіз жаны бар. Ол жақта шынымен мынау демократиялық партияда, республикалық партияларда ұрпақтар сабақтастығы болмай қалды, билік қазір басқа ұрпаққа өту керек еді деген әңгімені партияның ішінде қозғайды, медиада қозғайды, әлеуметтік желіде қозғайды дегендей. Бірақ жағдай сол, истеблишмент биліктен оңай кеткісі келмейді, өйткені партиядағы билік қана емес, олардың донорлары да солармен бірге байланып қалған. Мысалы, донор деген спонсорлары ақша бөлетін бизнестің өкілдері, лоббисттер деген сияқты. Мысалы, ең ықпалды демократтардың бірі әлі дейін Нэнси Пелоси, қауымдар палатасындағы тұңғыш төрайым болған, қаншама жыл демократтардың лидері болған адам. Соңғы жыл ғана көшбасшылықтан кетті партияның. Бірақ оның артықшылығы не болды? Қателеспесем, 5 баланың анасы. Калифорниядағы ең бір ықпалды бай отбасылардың өкілі, күйеуі бизнеспен айналысады, өзі саясатта дегендей. Одан бөлек Пелосидің артықшылығы ол басқа демократтар ақша жинап береді. Америкада ақшаң болмаса сайлауда жеңу мүмкін емес. Өйткені жарнама сатып аласың, әлеуметтік желіде жарнама жібересің, медианы сатып аласың, радионы сатып аласың, қаншама іс-шара өткізесің. Бір штаттан екінші штатқа егер президент сайлауға түсетін болсаң, ал егер сенатор болатын болсаң, бүкіл штаттың бәрін аралау керек деген сияқты. Қаншама жүздеген адамға айлық беру керек. Осындай, мысалы, біздегі екен ғой. Бізде масштабын салыстыруға келмейді. Айдос Сарым осыны айтты ғой, ақшаң болмаса саясатқа араласпа деп, ақшаң болмаса партия құрам деп тыраштанба деп айтты ғой. Бәріміз боқтадық қой соны. Айдос Сарым сол сөзін. Енді қарап тұрсақ, Айдос ақшқа қарап айтып отыр екен ғой. Ол жақта бір артықшылық бар да, айырмашылық, ең басты айырмашылық. Ақшаны, мысалы, бізде андай ғой, аманатхана жинай алады, максимум ақшаны аманатқа жұмсай алады. Қалған бір тіркелмеген партия тіркелмейді. Тіркелгеннің өзінде ақша жейтін болса шетін жауып тастайды. Жаңа шектен асып кеттіңдер немесе сырттан келген бір экстремистік ұйымнан ақша алдыңдар деген сияқты да. Америкада бір артықшылығы да кемшілігі де осы ақшаға байланысты. Саясатта өкінішке қарай мынау ақшаның рөлі қатты соңғы 10 жылдықтарда қатты өсіп кетті.
қазір миллиардтаған сайлау науқаны деген ол миллиардтаған доллар. Бұрын миллиондаған доллар көп ақша көрінетін еді. Мына Обаманың сайлау кезінде, одан кейін бердің сайлауларда ол миллиардтар туралы ғана әңгіме болатын болды. Бізде аманатқан ақша жинай алмайды, жинайды деген сөз емес қой. Басқалар да ақша жинайды, бірақ олар да аманатқа береді да. Сосын мен бір нәрсеге тағырқаймын, мына Трамптың енді айтып жатыр ғой кеше, ол президенттен кеткенмен де ықпалын жоғалтқан жоқ дейді да, бүкіл билікке де, партияға да. Қалай ұстап отырды сол ықпалды? Ол мынадаған жоқ, Трамптың танымалдылығы. Трамп мысалы республикалық партияға ол 2016 жылы, 2015 жылдан бастап республикалық партияға қатысы болды. Оған дейін ол демократтарға бұрып келген. Клинтонға да басқа да демократтарға ол кәдімгідей ақшалай көмек берген сайлау науқаны кезінде. Өзінің той тойлайтын, думандататын жерлердің бәрі көбінесе Нью-Йорктағы демократтар болған. Жалпы танымал демократтар Америкадағы. Азат Перуашев сияқты. Параллеліңіз өте орынды негізі. Миллиардтаған ақшасы жоқ әйтпесе. Тек айырмашылығы ақшасы. Бір күнде Нұр Отанға секіріп кетті. Сөйтіп Трамп қарады да демократтардан Хиллари кетіп жатыр, шанс жоқ. 2016 жылы Берни Сандерс бар, басқалары бар, Байден бар деген сияқты. Одан да мен республикалық партияның артынан шығып көрейін деді да. Сөйтіп жолды жанып кетті. Ана лифттен түсіп келгеннен бастап сөйтіп бастады ғой сайлау науқанын. Одан кейін шын мәнісінде республикалық партия сол кезде қатты бір кризисті бастан кешіп жатқан. Әлі де екі партияның басында кризис шаш етектен, бірақ Трамп бір екінші дем бергендей болды. Сөйтіп келді да, сырттан келді да, мынау республикалық партияның қолдауына қатты ие болды. Басында көбісі оны жақындатқысы келмеген, партияның жаңағы анау әбден төрағасы болып қалғандар, мүйізі қарағайдай республикалық партия өкілдері болған, оны менсінбеген, бір қайдағы бір клоун келіп бізге әңгіме айтайын жатыр ма деп. Сөйтіп келді да 2005 жылы оны ешкім кандидат болады деп ойлаған жоқ. 2016 жылы республикалық партияның артынан. Өйткені Джеб Буш сияқты жаңағы әулеттердің бір өкілдері болды. Бірақ 2016 жылы шын мәнісінде мынау әулеттерден шаршаған жыл болды да. Клинтон әулетінен демократтар шаршады. Республикалықтар Буш әулетінен шаршады. Бірақ екі жақтан да өкіл болды. Хиллари болды, жақтан Джеб Буш болды. Президент болғымыз келеді деп. Негізі Клинтоннан жеңіліп қалған бірден бір фактордың біреуі ол тек қана әйел болған үшін ғана емес, сонымен қатар ол Клинтонның әйелі болған үшін. Әулеттен шаршаған ол жақтан. Сол үшін бір жаңа адам көргісі келді, и сол уақытта Трамп шыға келді. Сайқы мазақ болып жүрген Трамп, және ол кезде Твиттерде әлі ол блокталмаған кез еді. Бізде кім сайқы мазақ болып жүрген қазір? Сотталып кетесіз. Сотыңызға бармаймын. Шығып қалуы мүмкін сондай бір өте. Қазір жала жапты деген не бар ғой. Трамппен жалған ақпарат таратты. Жоқ, кім біледі, жаңағыдай шаршаған кезде анадан да шаршайсың, мынадан да шаршайсың, сөйтіп жүргенде аяқ астынан біреудің жолы болып кетуі мүмкін бізде де. Иә, ол үшін бірақ бізде не болу керек жаңағыдай. Сайлау Америкада да өту керек, жаңағыдай адамда жол болып кету үшін. Трамп сонда одан кейін президенттен кетті, сотқа да ықпалын сақтап қалды. Сонда партияның басшысы болып қалды ма осында? Ол президент болып тұрған кезінде екі бірдей жоғары соттың судьясын тағайындауға тікелей атсалысты. Трамп сөйтті да жоғарғы сотта мынау республикалық партияның құндылықтарын қолдайтын судьялар көбірек басым болып кетті. Қазір сот республикалық партияның жағында деп айтсақ болады, жоғарғы сот. Сот әділдігіне қандай? Сот идеал жағдайда конституция бойынша бөлек тұру керек, жаңағы ешқандай партияға. Бірақ енді мынандай ғой, президент ұсынады кандидатураны, сенат мақұлдайды. Обаманың кезінде де, Трамптың президент билеген кезінде, оған дейінгі президенттің кезінде жоғары соттың судьясын ауыстыратын уақыт келген кезде міндетті түрде өзі президент болып тұрған уақытында демократ бола ма, республикалық партияның өкілі бола ма, сенатта өздерінің басымдығы болатын болса, кандидатураны өткізіп жіберуге тырысатын. Обамаға кезінде республикалық партия өкілдері мүмкіндік берген жоқ. Өйткені Обаманың соңғы президенттік жылында республикалықтар бақылады сенатта. Ал Трамп мүмкіндігі болып, міне екі бірдей кандидат өткізіп жіберіп, қазір жоғарғы сот ақш-тың республикалық партияның ығына бейімдеу, оны мойындау керек. Оны тіпті мынау ақш-тың медиасында тәуелсіз медиа көп айтады. Біз мынау жоғарғы сот бейтарап болудан қалып бара жатыр деп. Мен осындай бір классикалық мағынадағы саяси бір нелер бар шығар, бірақ онша түсінкіремеймін. Қазақстанмен арқылы ойнаймын. Қазақстан арқылы ойнаймын. Мысалы бізде де соттар бар ғой енді. Назарбаев қойып кеткен судьялар барлығы әлі күнге отыр ғой енді. Олар да Аманат партиясына бүйрегі болады. Сонда бекер айыптаймыз да оларды. Жоқ, бекер айыптаған мынандай ғой. Ол жақтан кем деген екі партияға бүйрегі бұратын судьялар болады да.
бізде бір ғана партияға бүйрегін бұру керек та. Екінші партияға емес, екінші вообще бүйрегін бұрмаса сен карьера жасай алмайсың. Ондай мүмкіндік болмайды судья болу деген сияқты. Тек бұл жақ лояльділік қой. Енді бұл сайлауда ақш-тың енді тек Трамп жеңген жоқ қой. Бұл сайлаумен қатысты мен таңғалдырған тек президент сайлаған жоқ бұлар. Мысалы, кейбір штаттарда 18-19 мәселеге дауыс берген ғой. Референдум сияқты. Референдум сияқты. Көше мусорын қалай тазалаймыз деген бір жерде жаңағы мэр, әкім сайлаған андай мындай деген сияқты. Бірақ бұл сайлауда енді Трамп Конгрессте алып отыр ғой, сенаторлардың бәрі республикалықтар. Қазір 52 сенатор, қателеспесем, 52 сенатор республикалық партияны өкілі. Демократтар былай қарағанда 48 жеңілді ғой. Иә, басымдық енді қазір 52-де 48 болатын шығар. Енді басымдық сенаторлардың қолында. Бірақ бұл жерде бар ерекшелік бар. Сенатта кейбір заңнамалар бар. Тек жаңағы 51-мен ғана емес, 3-тен 2-сі қолдаған кезде ғана, 60 сенатор қолдаған кезде ғана өтетін заңдар бар. Сондай заңдарға келген кезде демократтарға бір уайымдамайтын кейбір жағдайлар бар. Бірақ жалпы сенатта, Ақ үйде, сотта қазір республикалық партияның ығында деп айтуға болады. Мысалы, Трамп жеңді дегенде өзің көңіл күйің қандай болды? Мен 2016 жылы ауыр қабылдағам, өйткені сол уақытта мен университетте оқып жүрдім, магистратурада. Және мен Калифорнияда да, Вашингтонда да мен көк кампус дейді. Демократтар басым, демократиялық партияны қолдайтын студенттер оқыған кампуста оқыдым. Сол үшін мен өзім енді шетелдікпін, біріншіден, екінші жағынан ақш-та тәуелсіз дегендер бар, индепендент, ешқандай партияға бүйрегі бұрмайтын. Сол адамдарға сайлаудың кезінде таласады жаңа екі партия. Мен өзімді сондаймын деп қарастырып жүрген, бірақ кейбір мәселелер бойынша, мысалы, демократиялық партияның идеялары жақындау көрінетін. Оның үстіне менің группалас достарым 95% демократтар болғаннан кейін, солармен бірге де мен жаңағы қайғырдым десем болады, 2016 жылы. Қайғырғанда не үшін қайғырдым? Өйткені мынандай болды да, Трамп өзі табиғатандай автократ қой. Егер орталық Азияда болса, ол кәдімгі судағы балықтай Қазақстанда келіп, Өзбекстанға келіп, Түркменстанға келіп басқара беретін еді ол. Қайта айтатын еді, мынандай моделдің бәрін Еуропаға көшіру керек, ақш-тың бәрін ақш-қа көшіру керек. Просто ол білмейді да, бізде алдында ол таңғалған деген әңгімелер бар ғой. Жаңағы Ақ үйге кірген алғашқы жылдары бір заңнамаға жаңағы біздің президенттер жарлықпен шығара салады ғой. Сол сияқты жарлыққа қол қойып заң ретінде қабылдап жіберейік деген сияқты нәрселер шығара беріңдер деген. Содан кейін айтқан түсіндірген оған, бұл конгресс арқылы өту керек. Сіздің жарлығыңыздың күші жүрмейді бұған. Соны қабылдағысы келмеген. Иә, оны қол қойған бір-екі заңын сот қайтарып тастаған. Соны білмеген ба сонда? Ол андай классикалық саясаткер емес қой. Сонда ол дәстүрлі саясаткер емес қой. Президент болу үшін мемлекеттік қызметте кем дегенде 5 жыл деген 5 жыл оны өтпеген, иә? Блогер болсаңыз да президент болып кетуге болады. Қазақстанда болса Трамп өтпесе еді. Жаңағы заңмен ақ. Трамп өтпейді. Бірақ сенатор болып өтіп кетеді енді ол, ақшасы бар. Сонымен бірінші жолы жаңа қайғырдым, осы жолы қайғырдым. Бірінші жолы, иә, 2016 жылы мен қайғырғанды айтпақшы, не үшін қайғырдым? Мынандай болды да, Трамп президент болған кезде біздің қазақтарға қарасам, Фейсбукта бәрі қуанып жатыр. Міне жаңағы, бірақ ол автократ екенін сезіп көріп тұр, өйткені бізде автократтан басқа ешқандай саясат көрмеген халықпыз ғой. Сөйтіп былай өзінің бір туысқанын көргендей бәрі қуанып жатыр да, жаңағы президент болғандай. Одан кейін бүкіл әлемдегі автократтар қуана бастады, құттықтай бастады Трамп болғанына. Өйткені демократиялық партия өкілдері дәстүр бойынша көбінесе адам құқықтары, демократия дегенді көбінесе қоғамдық алаңда қозғайды, республикалықтар көз жұмай қарайды ондайға. Оның үстіне Трамп мүлдем ондай мәселені көтермейді, қызық емес оған. Ол Американың өзінде адамдардың құқықтарын басып жаныштауға дайын тұрған кезде ол жердің бір жеріндегі Қазақстанға ол көңіл аудармайды да. Содан кейін ойладым, мынау біздің Америкада автократияға бір бұрып бара жатқан кезде, онсыз да автократияға әбден белшесінен батқан Қазақстан не болады екен деген сияқты сондай бір не болды да. Біз мысалы сайлау болғаннан кейін ертесіне профессорымыз неге келді, кабинетке келіп, не істейміз енді, сабақ өтеміз бе, жоқ қайғырамыз ба? Өзі де жаңа демократия партияны қолдайтын профессор да. Қайғырайық деп бәріміз таңдадық, бірге отырып. Ол қайғырғанда қалай? Рефлексия ғой. Жаңағы бір азамат қоғамның бір өкілдері ретінде рефлексия. Қалай біз Трамп сияқты кандидаттың болуына жол бердік?
қалай біз Трампты президент болуына жол бердік, расизмді қолдайтын, мизогинияны қолдайтын, ксенофобияны қоздыратын адам қалай бүкіл Американың президенті бола алады деген мәселені қатты қозғады да. Одан кейін Ақ үйдің алдында, айтпақшы Ақ үйдің алдына бардық сол күні. Плакат көтергендер болды. Американың демократиясының жерлеу рәсімі болды. Андай бір театралдық қойылым сияқты ғой, бірақ ешкім оны ұйымдастырған жоқ. Тек Фейсбукта, Твиттерде жазған ғой. Кешкі 7-де ма, 8-де ма Ақ үйдің алдында свечи алып келіңдер, демократиямен қоштасамыз, Трамп жаңағы президент болды. Сен рұқсат сұрадыңдар ма? Бір 5 күн ба? Жоқ. Ол бірінші бәріміз рефлексия жасап алдық. Мен енді Америка жағдайына қарап отырып, Қазақстандағы орталық Азия саяси жағдайды айтып бердім оларға. Олар өздерінің уайымдарын айтты, қара нәсілді жаңағы группаластарым олар айтты. Мысалы, қара нәсілділерде Трамп келгеннен кейін уайымдай бастады деген сияқты, уайым артты деп. Ақ нәсілдер айтты. Мен жаңағы ақ адам ретінде өзім кінәлі сезінемін осындай өкіл бар екеніне. Бәріміз қайғырып болғаннан кейін Ақ үйдің алдына ойламаған жерден профессор айтты, барасыңдар ма деп. Бәрі барамыз деп барып, енді жаңағы свечи жағып тұрды, сөйлейтіндер сөйледі, одан кейін үнсіздік болды. Әлі Трамп келмеген ғой. Ол кезде әлі Обама президент болып отыр. Демократияны жерлеп жатыр. Иә, демократияны Трамп келмей жатып жерлеп тастап жатыр. Сол кезде маған былай бір шетінен күшті бір не болды да, тәжірибе. Іштей жаңағы шын мәнісінде демократия олар үшін жай сөз емес. Өйткені мынау әсіресе әйел азаматтар көріп жатыр. Абортты тыйым салып тастады бірнеше штаттың ақштың. Аборт заңсыз деген сияқты. Ол демократтар үшін өте бір саяси тақырып. Қару, республикалық партия үшін өз алдына бөлек саяси тақырып, олар қару болу керек әрбір азаматты деген қолдайды. Биыл енді мен шын керек Камала Харрис болса деген бір ойым болды, ниетім болды. Өйткені тарих жасалса екен деген сияқты. 2008 жылы Обама президент болған кезде тарих жасалды көз алдымызда. Сол сияқты әйел адам, жаңағы ақ емес адам, аралас сондай адам болса екен деп. Бірақ мен айтып жатырмын ғой, жаңағы жазда барған кезде бірден ақшта экономикалық жағдайды көрдім да. Одан кейін бір сол жылдары 2017 жылдары бір не болатын, бір позитивті көңіл күй бір қоғамдық ортада сезілетін сияқты еді. Осы жолы бір көңіл күй түсіп кеткен, Байденнен әбден көңіл қалған сияқты, ол бір бізде Назарбаевтың соңғы жылдарында шаршап кеттік қой халық. Бәрі көңіл күйі түсіп кеткен, ұнжырағы түсіп кеткен. Сол сияқты бұл маған да солай көрінді. Трамп камбэк жасайтын шығар деп. И осы жолы мен күн сайын жаңағы басқалар сияқты нені қарап отырдым, әлеуметтік сауалнама 50-50 деп шығып жатты ғой. Шын мәнісінде ол ғылымның көзімен қарасаңыз 50-50, 2,5% деген ол екі кандидат жаққа да сайлау күні өтіп кетуі мүмкін. Ал Трамп болған кезде қарап отырдық қой енді статистиканы. Менде бір 2016-дағыдай таңырқау болған жоқ. Өйткені 2016-да мен мына жақтағы достарыма, Казгудағы профессорларыма айтып қойғам. Өйткені біз профессорлармен енді талқыладық жаңағы әлеуметтік сауалнама модельдерін жаңағы болжам жасап, қанша процент Хиллари болады, қанша процент Трамп болады деген сияқты. Ол модель бойынша да Хиллари жеңіп тұрған. Әлеуметтік сауалнама жүргізген қаншама ұйымдардың нәтижесі бойынша Хиллари басып озып тұрған Трамптан. Содан кейін маған оқып жатқаннан кейін менен сұрайды, жаңағы мына жақта профессорларым, достарым, қалай кім Трамп бола ма, Хиллари бола ма? Ой, Хиллари болады деп, кәдімгі WhatsApp-та жазып жібергенсің ғой, уайымдамаңдар, Хиллари болады деп, тарих болады деп. Сөйтіп 2016 жылы қарап отырмыз, Трамп жаңағы жеңіп келе жатыр. Біз анау Ақтау залда университетте бәріміз отырып қарап отырмыз. Жылап бастады жаңағы демократтар. Республикалықтар азғантай ғана топ болады, шулап жатыр ар жағынан. Сол кезде бір шок болғасын. Осы жолы енді мен қатты таңырқаған жоқпын. Жаңағыдай енді кішігірім тәжірибе болған арқасы шығар. Одан кейін биыл ақшты өз көзімен көрген несі ықпал шығар деп ойлаймын. Жерлемейсің ғой сен осы жолы. Енді Америкада демократияны әлі жерлеуге ерте деп ойлаймын. Өйткені Америкада демократ жерлеп қойса, Трамп кандидат та бола алмас еді. Трампты кандидат болғаны, камбэк жасағаны осы демократияның дәлелі ғой. Бір нәрсе айтып берткім келіп отыр да, бізде де жерлеу болды ғой. Конституцияны жерлеген кезде. Конституцияны жерлеу, иә. 2007 жылдары ма жылын ұмытып қалдым. Сонда Астанада бір топ белсенділер бар. Қазір адам құқықтары жоқ, басқа жоқ, конституция сақталмайды деп конституцияны апарып жерлеген ғой. Оның видеосы бар, көргем. Сосын кейін арада осы 2 жыл болды, мен соны іздеп бардым жаңағы жерленген жер. Барсам көшесі тұр екен, оң жағалауында Астана. Көшесі тұр, көшесін ойладым, тапқаннан кейін қазір ана жерлеген жеріне барып қасында кішкентай белгі тұрса, Құран оқып кетесің айналып. Сол іздеп бардым. Барсам жаңағы көше келе жатады, жақсы, бай келе жатады, сосын
бір кезде қарасам көше бірден бітіп қалады да, көп қабатты үйлер салынып кеткен да. сөйтсем жаңағы жерлеген жер бар конституцияның артынан бәрі көріп тастапты. Конституцияда кетті ғой соның ішінде бәрін аударып тастаған. сөйтіп жалғыз рет жерлеу болды, оның өзін қайда қалмай қалды да біз. Символизмге тұнып тұр ғой негізі Қазақстанның әрбір жері. Бірақ мен осы неде қарап отырғанда, ақш сайлауын қарап отырғанда, енді соңғы бір айдағы не бүкіл ақпараттың бәрі ақш сайлауы болды ғой. Сол кезде енді Шәке сен көңіліңе келмейсің, енді өзің саясаттану үшін сосын жаңағы әлеуметтік зерттеулерді жүргізіп жатасың ғой, әріптестердің көп. мен де бірде-бір әлеуметтік зерттеуге жүргізуге қатысқан емеспін. Бірақ ақш-тың бірде-бір әлеуметтік зерттеуі мысалы біздің Кейсидің зерттеуіне жетпейді. Дәл болжайтын тез ғой. Біздің Кейси мысалы ана президенттің қасында біреусі бар ғой, айтады 2 ай бұрын ба 3 ай бұрын ба айтады. АЭС-ті қолдайтындар 53% дейді, одан кейін 73% дейді. Бірақ 20% ақш осы күнге дейін осы соңғы сайлаудың өзін ше жарайды ана Клинтонның кезінде де ойбай Клинтон жеңеді деген бүкіл нелердің бәрі жеңген жоқ қой. Осында да айтты, ойбай анау Камала жеңіп келе жатыр. Күн сайын қарап отырсың, Камала жеңіп келе жатыр да әлеуметтік зерттеу. Жақсы алмаймын ба соларға былай шақырып. Ғылыми дәлдік дейді ғой бұл. Даларда бізден келіп бір кішкене сабақ алып, былай танымай ма деймін. Бұл жерде проблема тапсырысты орындаушыда емес, тапсырыс берушіде ғой проблема. Тазана тех тапсырманы нақты беру керек та. Тапсырыс беруші қарапайым, мысалы мен қарапайым адам түсінбеймін да. Кейсиді көремін, бүйтіп қарайды, 53%, 73%, 96% деп қояды. Дейсің, 2 айдан кейін қарайсың, тура сондай дейді. Тура сол шығар. Ақш күні оқып миың ашып кетеді ғой. Анау жеңіп жатыр, сосын қарайсың, жеңіліп қалады. Сосын кешегі сайлау күні енді бүкіл біздің әлеуметтік желіміздің бәрі сол ақштың сайлауына жазып өтті ғой, анау да жазып өтті, біз неге сонша ақштағы сайлауға соншалық қатты мән береміз осы билік. Қарапайым адамдар да мен билік мақұл енді олар өздері қарай берсін. Қарапайым адамдар қарайды да қызығады, неменеге қызығып жатқанын түсінбеймін, бәрі бізде ондай болмайды ғой. Енді іште жатқан бір жасырын не ғой жаңағы. Солайша да бір қалау ғой бір. Қыжыл қалау жаңағы. Шекараның ары бетіне қарап тұрды деген сияқты. Шекараның ары бетінен. Біз мұхиттың ары бетіне қарап тұрмыз. Қарап отырамыз әлеуметтік желіде ше. Бізде жоқ қандай нәрсе. Әлеуметтік жаңа шынымен әлеуметтік сауалнама жүргізу шын мәнісінде жылдан жылға ақшта қиын болып бара жатыр нақты анықтау. Өйткені сіз бірнеше критерий бойынша бағалайсыз адам пікірін. Оның жынысы, білімі, діні, тұратын жері, жұмыс істейтін жері, табысы жылдық, отбасылы емес, баласы бар, баласы жоқ. Нелер көп жаңағы variable дейді, категория өте көп. Критерий бойынша бағалайсыз. Одан кейін статистикалық модель құрастырасыз. Жаңағы анализ жасайсыз, жаңағы әлеуметтанушылар, саясаттанушылар өздерінің жаңағы біліміне, бэкграундына, одан бөлек бұрынғы зерттеуіне сүйенеді. Мысалы, ақшта 1900 қателеспесем 40-шы жылдан бері ма, әлі күнге дейін бүкіл ақштағы мынау мидтерм деген бар, әрбір 2 жыл сайын өтетін жаңағы сайлау. Одан кейін осы 4 жыл сайын өтетін сайлау бар. Бүкіл республикалық масштабтағы сайлаулардың әлеуметтік сауалнаманың нәтижелері бар. 1940 жылдан бүгінге дейін. Ол қазір Қазақстан азаматы оны сайтқа кіріп жүктеп алып, сол бойынша модель құрастырып, сауалнаманы қолданып көрсе болады нәтижесін. Енді қараңыз, не үшін айтып отырмын? Мысалы, біз оқыған кезде Обаманың жеңіске жету моделін 2012 жылғы моделін құрастырдық. Жаңағы нәсіл, дін, білім, тұратын жер ме, осы негізгі ең 4 ықпал еткен фактор осы 4 болған. Енді қараңыз, соны құрастырдық, біздің модель, біз оны 2016 жылы жасадық. Сол 2012 жылғы модель бойынша Обаманы жеңеді деген бір 85-90%-ке жуық біздің модель соны көрсетті, дәл көрсетті. Өйткені біз жаңағы Обамаға дауыс берген адамдардың негізгі 4 критерий бойынша таңдап алдық та. Енді қараңыз, сондай портретті табу үшін, көру үшін Кейсидің мәліметтерін жасай алмайсыз. Өйткені біріншіден онда мәлімет жоқ. Бар болған күннің өзінде оның ғылым тұрғысынан дұрыс екендігі үлкен күмәнім бар. Кейси деген жаңа толтырып айта салайын. Иә, Кейси деген ол қайтқаны Кейсиден айтып жатыр. Жаңа қазақшасы қалай еді сол Кейси деп кетті. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институты. Иә. Сол бар, одан бөлек бізде рұқсат етілген ұйымдар бар ғой. Негізі сол Кейси ғой жаңағы. Иә, Кейси бар. Одан кейін жаңағы бірнеше ұйым бар. Ода мәлімет жоқ. Сіз айтып отырған. Мен айтатыным мынандай, ондай мәліметтің бар екенін үлкен күмәнім бар. Бірақ мынандай нәрседе тіпті ол болған күннің өзінде де модель құрастырып көрсеңіз, жаңағыдай алдында Серік Бейсенбаев әлеуметтанушы айтты ғой.
20% бір айдың ішінде көтеріліп кетуі мүмкін емес. Мүмкін емес. Ғылымның көзімен қарайтын болсаңыз, адамның пікірі атом электр станциясына байланысты басында 50% қолдап отырып, енді қараңыз, 50% қарсы болды деген сөз бар. Сөйтеді да ол қарсының адамның саны 30%-ға түсіп қалады 50-ден. Ол мүмкін емес жағдай. Адамның пікірі ол түсінемін, егер бір жылда, бір жарым жылда өзгерсе, бір шама құлаққа кіреді. Ал 30 күннің ішінде жаңағы аяз керек деген әңгімеден басқа ештеңе естімеген адам ол пікірін өзгерту қиын. Сондықтан жаңағы біріншіден ондай мәліметтің бар үлкен күмәнім бар. Бар болса да оны статистикамен айналысатындар, әлеуметтанушылар, саясаттанушылар оны дәлелдеп бере аламыз. Ол ғылыми ешқандай негізі жоқ, және ол мынандай болуы мүмкін. Казгу, политехтің студенттерін жинап, соларға толтырымдарды бере салған не болуы мүмкін, мәлімет болуы мүмкін. Болса да Астанадай Мақсұт Нәрікбаев Евразиялық университеттің екі университеттің жаңағы 1000 студентін таратып беріп, әлеуметтік сауалнаманы толтырыңдар десе, осының өзі жетеді оның қате екеніне. Ол Қазақстанды көрсете алмайды. Бірақ тура Мақсұт сияқты емес, айдалаға кетпейді. Тапсырыс берушімен жаңағы ненде ғой, заказ орындаушы тапсырыс беруші екеуі бір сонда әр президенттің, болашақ президенттің кандидаттарын жаңағыдай модель жасалады ғой, сонда. Мысалы компаниясында не болады? Қоғамдағы көңіл күйді сайлаушыларды модельдеумен айналысатын команда болады. Иә, әр команда болады. Ішінде мықты статистиктер болады, мықты математиктер болады, мықты әлеуметтанушы, саясаттанушы болады, стратегтер болады. Сөйтеді олар біздің сайлаушыларымыз кім дейді, өзі ортақ портретін біледі. 2000 мысалы қазір 2024 па, 20-шы жылы қалай дауыс берді сол адамдар, 2016 қалай дауыс берді, соның бәрін қарап отырады. Ол жаңа деректің бәрінің қолында бар, ашық дерек. Енді кезінде қазір қараңыз, қазір Трамп қалай жеңді, кімнің арқасында жеңді? Трамп Байден мен 2020 жылғы Байден мен Трамптың нәтижесін қарайтын болсаңыз, енді қазір Байден орнына Харрис кімнен жеңіліп қалды? Трампқа. Харриске мынау Латын Америкасынан шыққан түбі ер азаматтар аз дауыс берген. Кезінде мысалы 60-ға жуық пайыз 2020 сол азаматтар, ер азаматтар, Латын Америкалық шыққан америкалықтар 60%-ға жуық Байденге дауыс берсе, 4 жылдан кейін дәл сол ер азаматтар, латын америкалықтар түбі сол жақтан. Олар 15% азайып кеткен. Сол адамдар 15%-ы Трампқа кетіп қалған. Қарап отырсаңыз, Трамп мынау ақтар бойынша, ақ адамдар бойынша, ақ әйел адамдар, ақ қара нәсілдер бойынша да статистикасы 2020-мен шамалас. Бірақ ең көп ұтқаны осы латын америкалықтардың арасынан Трамп көп дауыс алған болып тұр. Одан бөлек мына Пуэрто-Рикоға байланысты оның дау болды ғой. Жаңағы аралды су бетіндегі қоқыс деп сипаттады бір стендапер Трамптың сайлау науқанының кезінде. Соның кезінде демократтар соны жақсы пайдалануға тырысты. Бірақ Байден қосылды. Трамптың қолдаушылары қоқыс деп айтып жіберіп, оның эффектін жоққа шығарып жіберді. Оның сайлаушылары мусор деп айтты. Мусор деп айтты. Соларда бір кішкентай бір нәрсені алып атты, сол мусор деп айтты, сол әсер етіп жатады, бір. Бізде мысалға әсер етеді. Дубайда үй бар екен десе әсер етпейді ғой бізде мысалға. Енді ол әсер ететін еді, егер бізде шамалы институттар жұмыс істесе. Соны көрдіңіз ба, американдықтар бір тұрақсыз адамдар ғой. Мысалы бізде партияның атын ауыстырып отан деп, отан деп, аманат деп. Сол сайлау әділ өтті ме, соны айтшы маған. Әділ өтті. Оны ана ОБС мойындады ма? Жоқ па. ОБС Қазақстан бірде-бір президент сайлауын мойындаған емес, парламент сайлауын да мойындаған емес. ақш-тың сайлауын мойындамайды олар. Мойындады. Сұрақ дұрыс. Мынандай ғой, алдында азаттықта аты жөнін ұмытып қалдым. Қазір Мичиган штатында оқып жатқан бір студент, журналист, сіздің әріптестеріңіз, сол азамат сұхбат берген екен, кеше ғана көрдім. Кешірім сұраймын, атын ұмытып қалдым. Сол азамат айтып жатыр, Мичиганда бір сайлау учаскесіне бардым, айттым деп, маған қызық, көрсем бола ма деп. Көре бер деп айтты, міне көре бер. Протокол керек болатын болса, міне протокол. Бізде бақылаушылардың өзіне протоколды көрсетпейді ғой. Сол бақылаушылар бар ма оларда? Отыра ма? Олардың бақылаушылары болады. Отырады. Партияның өзінің бақылаушылары бар. Бірақ енді олардан да біздегі емес. ОБС бармайды ол жаққа. Әрбір учаскеде болу керек деген сияқты ондай не жоқ. Кешке кәдімгі хаттамаларын береді. Оларда полиция ұстамайды. Ешкім ұстамайды, жаңағы камераны жаппайды, журналистті шығарып жібермейді деген сияқты. Ол жерде біріншіден ОБС-ның бақылаушылары бармайды, екіншіден ол бармайды ақшаға.
Ол Европаны қарайтын шығар, да? Сосын екіншіден ақш-тағы осы жолғы президент сайлаудың көп дауысы алдын ала беріп салды. Мысалы, электрондық поштамен бере салады. кәдімгі поштамен. Иә, кәдімгі поштамен жібере салады. 2013 жылы ақпан айында Прагада бір сайлауға бардым мен. Соны бірдеме сайлап жатыр екен, парламент па бір ойлайсың. Сосын қолым бос, сосын барып көрейінші дедім сайлаудан. Барсам сайлау учаскесін таба алмадым мен. Мен ойладым, сайлау учаскесі бір қатты музыка шығып жатқан жерде болады деп ойлаймын, мектептерде. Сыйлықтар атып, әнұр ойнап жатқан жерде. Барып таба алмадым, сол біреулерден сұрастырып әрең дегенде тауып алдым соған. Барсам тып-тыныш екен. Тып-тыныш бір адамдар кезекте тұрды бар. Сосын қарасам, солар дауыс беруге кіріп жатыр екен. Барады, ың-шыңсыз дауыс береді, біреулер бақылап отырған жерде. Ешқандай музыка жоқ, Музарттың музыкасын қойып жатқан жоқ, дүңкілдетіп жатқан жерде. Тып-тыныш өтіп жатыр екен. Дым қызық қымбат шынында. Ана жерде бүйтіп қарап тұрдым да кетіп қалдым, не істеймін ана жерде. Ешкім бұзып жатқан жоқ істемеймін. Сондай бір дауыс соларды Америкада сондай болатын шығар. Америкада осы жолы сайлаушылар көбірек, алдыңғы сайлаудан көбірек дауыс берді. Өйткені мына жақтан Трамп, ар жақтан Камала Харрис мобилизацияны көп айналысты. Өйткені әрбір дауыс кейбір нәтижелерді қарасаңыз 20 мың дауыспен шешіп кеткен нәрселер бар. 5 мың Байден кезінде 5 мың дауыспен шешіп кеткен участоктер болады. Кәдімгі штаттардың тағдырын шешіп кеткен жағдайлар бар. Жаңағы Рекин айтқан нәрсеге тоқтала кетсем, не үшін әлеуметтік поштамен дауыс береді, қағазбен дауыс береді Америкада? Неге жаңағы біз айтады, Каспиймен дауыс бере салайық, егоппен дауыс бере салайық деген. Шын мәнісінде бұл популистік идея деп айтатын едім да, және сайлаудың қауіпсіздігіне күмән келтіретін нәрсе. Бізде ойлайды ғой жаңағы бір кнопканы басып дауыс бере салмаймыз ба, не істейміз, уақытымызды құртып барып келіп тіпті оның өзін бюллетеннің өзін дұрыс санап жатқанда айтады да. Праймериз сөйтіп жасады ғой баяғыда. Электронды жасады, оның өзінде андайлар болды ғой. Оның бәрін документтерін қолдан жасап жүрді. Документтер қолдан жасады. Одан кейін анау кандидаттар жүздеген, мыңдаған сим карталар сатып алып, телефондармен сонымен дауыс берді деген сияқты. Праймеризде былай істеген ғой, кешкісін бір үйде отырған. Бәрі ашқан, сосын ана группада мұғалімдер нелер бар емес па? Соларға айтады, номерін тереді ана жерде, код барады ғой. Мұғалім өз үйінде отырады, яқта біреу толтырып отырады. WhatsApp-тан код түседі, кодын тереді, ана несіне кіреді. Анаған дауыс бере салады. Екінші мұғалімге жібереді. Жүйеге кіргенде ананың номерін тереді, иінін тереді, код телефонға барады. Мысалы, мен аламын да, кодымды аламын да, сізге WhatsApp-пен жіберсем, тереді. Сөйтіп жасай салған ғой праймеризді. Бұзам деген нәрсе қандай жағдайда бұза алады ғой. Мысалы, электронды дауыс беруге айтайын дегенім, Америкада, Еуропада өте алады, егер қалайтын болса. Бірақ олар саналы түрде өтпей отыр. Біз мысалы қазір өміріміз керемет, Каспий жеңілдетті, егоп жеңілдетті деп отырмыз ғой. Ол рас, бір шетінен жаңа комфорт, уақытын үнемдейсің деген сияқты да. Екінші жағынан бар, бізде мынау құпия деген нәрсе жоқ та, жеке мәліметтердің құпиясы деген жоқ. Кім көрінген қазір егоптан сіздің жеке мәліметіңізді тартып алып көре алады. Шығып кетті ғой, шыққанша хакерлер шығарып тастады. Одан кейін мынау сайлауға байланысты ешқандай кепілдік жоқ. IT технологияда man in the middle деген түсінік бар да. Сол технологияны жасағандар, олар жолын біледі. Жаңағы блокчейн болсын, басқа технология болсын, оларда қазіргі жағдайда бір нәтижені өзгертуге, алгоритмді өзгертуге бір мүмкіндіктері бар технологиялық жағынан. Біз енді технология асып болғаннан кейін бізге барлығы бір идеал сияқты көрінеді да, сен кім біліп жатыр қай кнопканы басқаныңды, кімге дауыс бергенін деген. Мен кейде мынау белсенділер шығады, о міне Каспий бар, Каспийге берейік деген. Каспий онсыз да біздің бүкіл мәліметтерімізді бәрін алып алды ғой егоп арқылы. Парламентте депутаттар кейде дауыс береді, электронды дауыс береді парламентте. Бұрын қол көтеріп дауыс беретін. Қазір электронды дауыс береді. Өткенде бір шықты ғой видеоны. Бір депутат барады да 5-6 неге басып кетті кнопкамен ше өздері. Қалжыңшын айтады. Жақсы, енді мысалға сол ақш-та сайлаудың Қазақстанға қандай әсері бар мысалы? Трамп келді, не өзгереді бізде? Енді мынау нәрседе егер макроэкономика тұрғысынан алып қарайтын болсақ, мысалы демократтар жасылдар партиясының күн тәртібін өздеріне қарай бұрып алғанда, жаңағы экологияны қолдау керек, қорғау керек. Қазақстандағы Америкадағы емес, әлемдегі экологияны ғаламдық жылыну бар деген сияқты. Сөйтіп олар демократтар келген кезде міндетті түрде олар мұнай өндіруді қысқартады. Мұнай компанияларымен, олармен республикалық партия өкілдері сияқты қоян қолтыққа араласады деп айта алмаймыз. Басқа бизнес өкілдерімен араласады, бірақ мұнай компаниялар көбінесе республикалық партияның өкіліге келгенін қалайды. Трамп келген кезде келді бірден мұнай өнімі өсіп кетті ғой ақш-та. Ол дегеніңіз нарықта мұнайдың бағасы төмендейді, Қазақстан экономикасы бюджетіне ақша азаяды деген сөз. Доллар көтеріледі. Теңге құнсызданады. Трамп неғып жақтырмай жүрміз деймін. Бірақ бізде өкінішке қарай кейде
нені қарасаңыз әлеуметтік желіде мемлекеттік қызметте жүрген азаматтарда Трамп журналистпін деп есептейтін азаматтар Трамп деп отыр да. Бірақ ол Трамптың шын мәнісінде Қазақстан экономикасына кері эффекті бар екенін түсінбейді да. Одан кейін көбісі бізде не істейді? Грин карта ұтып алып, Америка кеткісі келеді. Сөйтіп солардың өздері Трампты қолдайды. А Трамп келсе ол грин картаны қатаңдатып тастады. Грин картаны саған азайтып тастады да. Қарайтын болсаңыз. Тағы бір парадокс айтайын өткенде осы бір кеше ма? Қазір ақшта оқып жатқан досым маған мынаны қара деп күліп бір скриншот жібереді. Бір үлкен бір ақштың бір штатында қазақтардың чаты екен WhatsAppта. Енді олар өздері үшін сайлау ұйымдастырған кімді қолдайсың деп. Кім жеңіп тұр деп ойлайсың? Олардың чатында, қазақтардың чатында Трамп жеңіп тұр да. Бір парадокс. Олардың ішінде Обаманың кезінде одан ертерек, одан кейінірек нелегал болып, заңсыз қалып тұрған қазақтар бар да. Трамп олардың бәрін депортация жасау керек деп жүр. Солардың өзі Трамп деп отыр да. Бұл деген білмейді деген сөз ғой. Біз енді ол ақштың ар жағында ол президенттердің кандидаттарын немене ұсынып жатқанын оны аса көп мән бермейміз ғой. Иә, сол детальда. Бізде сол өкінішке қарай мынау қызыл тілде. Маған бір шал кетіп екінші шал келді. ақш деген ол қанша президент келіп кетіп жатыр ғой, одан ақштың қатты өзгеріп кеткен түрі жоқ. Ол рас, бірақ жаңағыдай жекелеген мәселелер бар. Ішкі жағдай саясатта. Біздің Қазақстан билігіне Трамп пайдалы сияқты маған. Өйткені Трамп демократияң бар ма деп сұрамайды. Иә, ол жағы бар. Одан кейін Трамппен біздіктер жақсы сөйлесе алады. Өйткені қанша дегенмен автократиялық құндылықтарды қолдайтын адам ғой. Ол қайта мақтайды. Назарбаевты мақтағанын көрдіңіздер ғой? Иә. Назарбаев не істеп жатқанын білмейді да ол. Просто жаңағы. Көрсе мақтайды. Сен керемет жұмыс істеп жатсың, бәрін айтады ол. Бірақ Назарбаев оған марқайып қалды. 2018 жыл барды ғой. Мақтайтындай бар ғой, өйткені мұнай компаниялардың бәрі біздегі Америка мұнай компаниялары 90 жылдардың кезінде оның барлығы албаған, әлі күнге дейін келісімшартты бұзбаған, олардың бәрі жаңағы республика партиясының өкілдері бар. Одан кейін мынандай бір парадокс болды. 2018 жылы есімде, ол кезде мен Астанада жүргем. Ол кезде бір комментарий бергем. Ол кезде мен мемлекеттік арналарға шақыратын кез ғой. Сол кезде Қазақстан ба, хабар есімде жоқ, екеуі бір күнде. Кейін шақырма кетті. Қазір енді қателесіп шақырып қалатын кездері бар. Одан кейін енді мен ол арнаға өзінде сұхбат беруге шыны керек, ұмытылмаймын еш уақытта. Айтайын дегенім, сол арнаның біреуде сұхбат берген кезде есімде қалғаны, көп адамдар бізде Назарбаевтың сапары өте енді қай сапардың жеміссіз болды деп айтады, барлығы жемісті болды, керемет болды деп. Әлем мойындады. Әлем мойындады, таң қалды деп жатыр ғой. Бүгін де айтып жатыр ғой, жаңағы Францияға барып Макронның твиттері қазақша сөйлеп кетті, Тоқаевты бұндай орталық Азиядан әлемде 2-3 басшыны осылай қабылдаған деп жіберіп жатыр ғой. Айтайын деген сол кезде мынандай болды. Америкаға, Вашингтонға барып, Назарбаев өте Қазақстан үшін пайдалы келісімшартқа қол қойып келді дейді, 7 миллиард доллар ма сондай. Содан кейін мен ақштың несін қарадым, ағылшынша, Ақ үйдің таратқан пресс-релизін, тағы басқа жаңағы мемлекеттік жаңағы госсекрет жаңағы хатшылықтың қарасаңыз ол жерде деталь өте маңызды. Иә, сумма дұрыс, 7 миллиард, енді манипуляция ғой. Бірақ 7 миллиард Қазақстан төлейтін ақша да ол. Біз Америкадан жаңағы не сатып аламыз, самолеттер сатып аламыз, Боингтар. Қанша 3 па 4 па самолет, әрқайсысы там пәлен миллион доллар тұратын. Одан кейін локомотивтер сатып аламыз. Комбайндар сатып аламыз. General Motors. Біздің қалтамызда шығады. Джон Дир комбайндар сатып аламыз. Оның барлығы Қазақстан сатып алатын ақшада. Қарап тұрсаңыз, Трамп келді да қабылдады. Арқасына қағып 7 миллиардқа өзінің тауарын сатып жіберді. Біздікілерге міне керемет бір пайдалы нәрсе болды деп айқайлап шығарды ол кезде. Бірақ бізге бәрібір әсері бар ғой Трамптың. Өйткені мысалы бұл жерден де жыл бойы күттік қой, ақш-қа кім президент болады. Бұл Украина Ресей соғысына қатысты. Ол жағынан міндетті түрде. Мысалы қазір Трамп өзі бір-екі сөзінде айтты, соғысты бір күнде тоқтатамын деп. Болмаса 3 айда тоқтатамын деген сияқты. Бір күнде тоқтай ма, тоқтамай ма. Бірақ бір қызығы бар да, егер Трамп жаңағыдай өзі бүйтіп айтқанда столдан тұрып, мысалы Украинаны тастап кететін болса, мәселе қалай болады деген. Бұл жерде екінші жағынан бар, мысалы Ресей Украинаның басып алған жерін сол күйінше басып алады. Украинаға көмек тоқтайды деп отыр, бірақ ақш бір мәселеде ұтады дейді. Өйткені бұған дейін Ресей мен Еуропаның арасы өте жақсы болып келген, Еуропа бүкіл өзіне қажетті шикізатты Ресейден алып келген, бизнесі жаңағы қоян қолтық араласып кеткен еді дейді. Қазір Ресеймен қарым-қатынасы мүлдем үзілді, Еуропа бөлек қалды, Ресей жаңағы былай айтқанда өз-өзін батпаққа тығып отырып қалды дейді. Сонда бүйтіп қарағанда Еуропа былай кетіп қалды соғыстан, енді
Трамп оған көмектеспей де отырып алуы мүмкін. Ол жаңағы доллар көтерілгені бір бөлек, Ресейдің жаңағы жағдайы әсіресе бізде енді сөзін шын ашық айту керек қой. Ресейде жел тұрса бізде дауыл тұрады ғой, азық-түлік болсын, жаңағы бағаның саясаты болсын, көші-қон несі болсын, сосын анау мына көршімізде бір жаралы аю сияқты ғой, бір ашуын біреуден алғысы келіп тұрады, жаңағы тіл мәселесі болсын, жер мәселесі болсын деген сияқты. Сонда бізге ол Трамптың өте әсері үлкен деп ойлаймын. Геосаяси жағынан қарасаңыз, міндетті түрде ол Украинаның призмасымен қарайтын болсақ, енді ол соғысты тоқтатады, бір күнде тоқтата алмайды, міндетті түрде ол анық факт. Жоқ, бір күнде болмағанда қазір президент Байден жаңа жылға шейін отырады ғой? 21-ші қарашаға дейін отырады. Қарашаға дейін отырады. Оған енді бәрі билік жүрмейді ғой. Қазір енді не ғой? Шешім қабылдай алмайды ғой бәрібір. Қабылдаған шешім жүзеге аспайды ғой бәрібір. Қазір ол мысалы бір стратегиялық шешім қабылдайтын болса, көмектің өзі конгресс арқылы кетеді, мысалы, көмек, әскери көмектің өзі. Енді көмекті беру мәселесі өте жылдамдайтын болады. Егер Трамп шынымен көмектесіп келсе Украинаға, мен қолдаймын дейді, конгресс қолдайды, сонымен тездетеді. Онда жылдам болады. Ал кезінде республикалық партия қауымдар палатасы кімге мүмкіндік берген жоқ, қарсы болып отырды. Өйткені Израильге көмекті қосу керек, басқаны қосу керек деген сияқты саудаласы болды көп. Осы жолы егер шын мәнісінде көмектесіп келсе, олар Израильге де, Украинаға да көмектесе алады. Айналып келгенде саяси ерік-жігерге, одан бөлек алдағы мынау 2 жылға стратегия тіреледі. Трамптың айналасына кім келеді? Бәрібір Трамп өз жеке дара шешім қабылдамайды, қанша дегенмен айту керек. Алдыңғы 2016 жыл Трамптың командасында өмір көрген, сол салада біраз тер төккен, еңбек еткен генералдар болды. Қаншама кезінде мемлекеттік қызметте болған адамдар болды айналасында. ақш-та мысалы 4000-ға жуық не бар, саяси қызметкерлер бар. Мемлекеттік саяси қызметте 4000. Әр президент ауысқан сайын сол 4000 адам қызмет алысады. Қазір мынау саудаласып, қазір адамдар іздеу болып жатыр. Команда жинау деген сияқты. Енді сол 4000 адамның ішінде енді ең шешім қабылдайтын адамдар кімдер болады Трамптың айналасында? Бір 20 шақты адам болады жаңағы Ақ үйдің айналасында шешімге қатты әсер ететін. Сосын жаңағы геосаяси жағдайда да жаңа ойымды былай сабақтап кетсем, былай қарағанда НАТО күшейіп алды. Финляндия неге өтіп алды? Швеция өткелі тұр. Жаңағы НАТОның шекарасы Ресеймен шекаралас келіп алды. Енді былай қарағанда бір ақш-қа Ресейді тұқыртып жіберіп, жаңа Украинаға бір жеңіп беру де керек емес сияқты да. Осы күйінше тастай салады. Екі бауырлас ел бітті, бір-бірінің батпағында жата береді. Есесіне жаңағы Еуропадан Ресей алыстап кетті. Енді былай геосаяси жағдайдан қарағанда енді үш ақ нүкте қалды ғой. Үндістан, Қытай, ақш сол баланс ұстау. Қазір Ресей ақш-тың сыртқы саясаты үшін приоритет емес. Қазір Қытай ең басты ата жоқ. Қазір Қытай экономика жағынан да, әскери қуаты жағынан да, және ақш-тың мынау геосаясатында оңтүстік шығыс Азия осы төңірек ең бір маңызды аймақ болып тұр. Ауғанстаннан әскерін алып кеткен екен, біздің аймақ қызық қылмай қалды ғой олар үшін. Бірақ кеше Путиннің кімді құттықтамай қойып, Трампты құттықтамай қойып, құттықтамай қойғаны жаңағы маған кәдімгі бір көңіліме не беріп қойды. Ну, құттықтағысы келіп әрең шыдаған шығар негізі. Жоқ, құттықтамайды. Путин құттықтамайды деп Песков айтты ғой, жаңағы жау мемлекет деп. Бірақ мынаны қабылдау керек деп ойлаймын. Бізде енді мынау медианың ықпалы ғой, Трамп пен бір Путинді бір броманс, екеуінің арасында керемет бір достық сияқты, бар сияқты қылып сипаттайды. Ондай емес қой. Енді саясатқа нақты фактілерге қарау керек қой деп ойлаймын да. Мысалы 2016 мен 2020 жылы ақш пен Ресейдің қарым-қатынасын қарау керек. Трамп пен Путиннің қарым-қатынасын баға беру үшін. Сол сияқты алдағы осы 4 жылда екі елдің қарым-қатынасы арқылы баға беруге болады да, қаншалықты Путин мен кімнің арасында, Трамптың арасында химия бар дегенге. Айтпақшы, Трамп 4 жыл отырып кете ме содан кейін? Жоқ әлі. Мүмкіндігі жоқ, сонымен екінші мүмкіндік пайдаланып жатыр ғой. Жоқ қой, екі қатарынан емес қой. Жоқ, қатарынан емес, жалпы арасында үзіле ма, 2 рет үзіле ма, оған байланысты емес. ақш азаматы 2 рет ол қатарынан бола ма, жоқ, арасында паузамен бола ма, маңызды емес. 2 рет қана президент бола алады. Референдум жоқ, Қайсыдан өзгертіп 7 жыл бір срок деп. Референдум өзгертіп ұзартып жүрген болады ғой өкілетін. Мына нәрсе ақш-тың конституциясын өзгерту оңай нәрсе емес. Мысалы, жоқ, конституцияны өзгертпей ақ, жалпы референдум жасай алмайды. Одан кейін мына нәрсе айтайын. Мынау екінші Рузвельт бар ғой, екінші соғыста Федор Рузвельт, FDR дейді ғой. Сол президент болғанға дейін Джордж Вашингтоннан бастап сол аралыққа дейін
ақш-та президентке шектеу болмаған мерзімде. Иә. Дәстүр бойынша басқарылып келген ғой. Иә. Джордж Вашингтон қалыптастырып кеткен. Егер Назарбаев бір дәстүр қалыптастырса, өзің ойластырып көрейікші. Заң қабылдамай ақ сол дәстүр бойынша келген, ол ешкімнің арасында бір екі жақ президент болған, ойына жаңағы амбициясы қозып үшінші рет боламын деп. Сөйтіп оны партияластары шығарып тастаған ғой, қой көке жаңағы Вашингтоннан қалған дәстүр бұзбайық деп. Сол дәстүрді енді Трамп бұзуға талпынса да ол бұза алмайды. Өйткені ақш-тың конституциясын өзгерту керек. Конституцияны өзгерту үшін 50 штаттың 3-тен 2-сі басым көпшілігі оны конституцияны өзгертуге келісу керек. Енді қараңыз, қазір 50 болып тұр ғой, елдің жағдайы. Жартысы қолдағаннан өзін жарты 25 штат қолдамайды оны. Негізі Қазақстанда президент болғаннан гөрі ақш-та президент болған қиын сияқты. ақш-тың президенті болу әлемде ең қиын жұмыс саналады ғой. Өйткені жаңа сенің шешімің өз халқыңа ғана емес, бүкіл әлемге әсер ететін болғаннан кейін, енді өзіңіз ойлаңызшы. Жаңағыдай ананы жеңу керек, ананың дауысын алу керек, ана партияны деп отырады ғой. Ол одан бөлек қазіргі Трамптың жағдайы мынандай да, ол екінші рет сайланады деп басын қатырмайды. Ол қазір егер шын мәнісінде тарихта қалу үшін екінші срок қатар орналасқан, қатар жеңген күннің өзінде де кез келген президент үшін тарихта қалу үшін жұмыс істейді деп айтады да. Бірінші срок екінші мерзім істейді. Ал екінші мерзім бұл тарихта қалу үшін. Енді Трамптың енді білмеймін ойында не бар екен. Трамп онсыз да тарихта қалды ғой. Ол тарихта онсыз да қалды. 20 жылдан кейін ба қайтып келген президент. Иә, тарихта екінші президент. Клинтоннан кейінгі екінші президент. Сосын екі әйел кандидаты жеңген президент. Тарихта. Сіз берсеңіз. Бұрын ондай болмаған ғой. Еш уақытта жаңа 5 жыл тәжірибе жинамаған мемлекеттік қызметте ол жоқ. Сосын жаңа қастандықтан тірі қалған президент. Иә, одан кейін ең бай президент. Ең бай тарихта ең жақсы президент деген атпен қалғысы келеді ғой. Иә, сосын президенттіктен кейін сотқа тартылған. Иә, сотқа бір мерзімде 2 рет импичмент жарияланған. Сотталып жүріп қайтадан сайланған. Ол сіз берсеңіз олдың несі атағы. Тарихта қалып тұр ол былай. Бірақ енді тарихта мен тұрған жақсы атпен қалуда. Мысалы, ол скандалмен ол Трампқа тең келетін президент жоқ. Енді жақсы атпен қалу. Мысалы, Обаманың жақсы атпен қалғаны Обама Care деген жаңағы денсаулық сақтандыруға қол жеткізген адамдардың саны артқан, қанша миллиондаған азаматтарға. Сол жағымен есте қалады. Енді ол жақта Трамп енді білмеймін, Вашингтонның атын Трампты өзгертемін десе, тағы да бір сондай бір тодамамен қалуы мүмкін да. Бізде де бар ғой кісілер тарихта қалғысы келетін қазір. Тарихта қалуға шансы бар кісі ғой бізде енді. Бізде енді менің ойымша ол шанс жіберіп алған сияқты. Иә, әлі 3 жыл уақыты бар. Ол тарихта менің ойымша уже атын теріс атпен жазып қойған сияқты. И ол қандай не істесе де меніңше ол өшіре алмайтын теріс ат сияқты қалатын сияқты. Жаңа күні осы жерде сіздің алдыңызда сыртқы істер министрлігінде істеген экс-дипломат Қазыбек Бейсебаев келді. Сол жерде әңгімелесіп отырдық та. Енді өткен аптаның жаңалығында көп айтылып кетті ғой, мына Тоқаев мерзімінен бұрын келуі мүмкін, ойбай біріккен ұлттар үйіне кетуі мүмкін деген сияқты. Енді содан былай аймақтық сосын саяси неге қарап көрдік. Сөйтсек шынымен біріккен ұлттар ұйымының төрағасы 2 жылдан кейін кетеді екен. 2027-те кетеді. Сосын біріккен ұлттар ұйымының жаңағы хатшылығына қауіпсіздік комитеті тағайындайды ғой, 5 мемлекет тағайындайды, оны сайламайды. Сол тағайындағанда сол кандидаттарды былай аймақтан қарайды екен да. Қош ол Африкадан, одан кейін бір жаңағы неден жаңағы оңтүстік Америкадан андай-мындай деген сияқты. Сол бүйтіп қарап отырсақ, осы орталық Азияға бір кезек келіп қалған сияқты да. Оның үстіне бізде жаңағы орталық Азия плюс 5 деген формат жүріп жатыр ғой жаңағы. Енді Тоқаев былай қарағанда түркі мемлекеттермен жақсы. Түркия қолдайды, Қытай қолдайды, не қолдайды. Мысалы, Ердоғанда ондай амбиция жоқ, ана жоға жаққа барып аламын деп. Қайдан айналамыздағы жаңа автократтардың бәрі осы кісіні жіберіп жерге барып чай ішіп отырғысы келетін сияқты. Әңгімеден шығып отыр ғой содан. Енді соған Шәке өзіңнің ойыңды білдіңіз. Мысалы, тарихта қалу жағынан. Қазір қаламайды елдің ішінде, бірақ біріккен ұлттар ұйымына ертең хатшы болып кетсе. Тоқаев үшін енді анау ең ұтымды вариант сол болатын шығар деп ойлаймын. Бару мүмкін ба? Бару мүмкін деп ойлаймын. Енді қараңыз, енді бұл қазір 5 мемлекеттің ішінде кім бар? Қытай, Ресей бар. Олар қуана өзінің автократ досын олар дауыс беретін болады, жібереді. Макронмен кеше қалай шай ішіп жүргенін көрдіңіз да? Парижге барып, Димашты шығарып өлең айтқызып, Олимпиада чемпиондарын барып қол алдырып, ақш бар, арғы шетінде Англия бар. Олар да қалыс қалмайды деп ойлаймын.
Chevron, ExxonMobil, беймарал мұнайды, қазбаны, байлықты игеріп жатыр, келісіп жатыр, қала береді. Ешқандай бір дау-дамай жоқ екі ортада. Сауда айналымы өсіп жатыр жылдан жылға. Сондықтан егер жаңағыдай Қазақстандағы былай айтайыншы, егер халықаралық қауымдастықтың арасында бір осы аймақтан болу керек, жаңа middle power деп бекер айтып жүрген жоқ қой, орташа мемлекеттер, қуатты мемлекеттер деп. Ол да бір сол амбициясының бір көрінісі. Екінші жағынан маған ана Кремльдің подсказкасымен жасалып отқан дүние сияқты көрінеді да. Неге сіз бармайсыз? Швейцарияда отырдыңыз орынбасар болып, бүкіл әлем біледі, барлығымен қарым-қатынасын жақсы, біздің өкілдің болғаны бізге де жақсы. Қазір ақш-тың гегемониясын әлсіретіп, көп полярлы мемлекет халықаралық тәртіп орнатамыз деп жатыр ғой. Солай айтқан шығар деп ойлаймын. Екінші жағынан мынау ол кісі кеткеннің өзінде бір дәстүр бойынша 10 жылда отыра алады. Екі мерзім, бір контрольмда 10 жыл, 5 жылдан 2 рет 10 жыл. Сөйтіп тарихта қалады. Бірінші қазақ. Сөйтіп, бірінші қазақ жаңағы Женевада болған, одан кейін Нью-Йоркта болған деген сияқты. Енді бұл Трамп Тоқаевтың қиялындағы бір ең үздік бір сценарий деп ойлаймын. Екіншісі жаңағы кеше Тоқаев пен Русланның қиялында. Руслан қоймайды қайда ше. Жоқ, мен қиялымда емес. Ол ана күні мысалы ақпарат агенттігімен көп айтылды ғой. Ойбай, мысалы бізде мерзімнен бұрын президенттік сайлау болады, осын Тоқаев кетеді деп. Сосын отырып ойланасың ғой. Неге бұл ел айтып отыр? Қандай? Ол мысқа шықты ғой, талқыланып. Бүйтіп қарап шықсаң сондай екен. Енді ана күні Таскинде маған қайта айтады, ол кісінің сояққа жіберіп ел ішіндегі мәселеге кім қарайды дейді. Ел ішіндегі мәселеге салып қояды. 5 жыл болды ғой. 5 жылдың ішінде қарайсың. Маған салса, мысалы 2 жылдан кейін кетіп қалса, жарайды, тарихта қалса қала берсін, сыртқа барып қала ма. Бірақ елде қайтадан бір дұрыс сайлау өтсе деген сияқты, бірақ саяси процестер тез жүрсе деп ойлаймын ғой. Мен келісемін ол ойыңызбен, бірақ өкінішке қарай олай жүрмейін деп тұр ғой. Өзімді Тоқаевты қимай қалған сияқты сезініп қалды, сияғымен қарады ше. Өзіңізге рахмет деген сияқты отырсыз. Мүмкін ертең. Сіз мысалы Димаш жақсы көресіз. Димаш Тоқаевты жақсы. Димаш демекші, жаңа Димашты айттың ғой. Мен бір нәрсені айтсам, білмеймін, біздің көрермендер кейбір ренжиді да, біліп отырмын да. Димаштың сол Францияға барғанын мен ұнатпадым негізі. Мен Димаштың фанатымын ше. Димаш жақсы көремін, күндіз-түн тыңдаймын, ауырсам емделемін деген сияқты әңгіме ғой. Димаш Өзбекстанға да барды. Қытайға да барды. Қытайға да барды. Жоқ, былай бара берсін. Жоқ, президентпен бірге дейді. Президентпен бірге. Бортпен бірге барады. Қытайға да барды, Түркменстанға барды, Франция тағы бір жерге барады ғой, оның алдында да барып басқасына да. Осы дұрыс па? Димаш деген ол әлемдік деңгейге шыққан нәрсе ғой. Әлемдік деңгей деген сөз көп айтамыз, бірақ Димашқа ол жарасады. Димаш шынымен де әлемдік деңгейдегі әнші, өнер адамы да. Оны апарып жаңағыда бір ресми сапарға қосып қойған. Енді біріншіден енді ол Димаштың өз таңдауы ғой енді. Иә, өзін таңдауы құрметтейміз ғой дегенмен. Екінші нәрсе, одан биігірек болса дейсің. Иә, екінші нәрсе кім-кімге мұқтаж деген сұрақта. Шын мәнісінде қарап тұрсаңыз, біздің қазіргі Тоқаев әкімшілігі, Тоқаевтың өзі Димаштың жақсы атына мұқтаж болып тұрды. Димаш менің қасымда болса, демек Димаштың бір жақсы образынан бір бағанда бір үлес тиіп қалар деген үміт та. Не үшін жаңағы Астана аренаға барып, бір барғанда Геннадий Головкинді қасына отырғызып қояды, екінші барғанда Димашты қасына отырғызып қойып жүрді ғой алдында. Қазақстан бір футболдан бір жақсы нәтиже көрсетіп жүрген кезде. Онда еще жеңетін алдына біліп барып, жеңетін матчтарға апарып жүрді ғой. ақш-тың кемшіліктерін көбін айтып жатырмыз ғой. Шәкең Трампты 5-6 немен сипаттады ғой, жаңа не дедіңіз? Автократ дедіңіз, расист, ксенофоб, сосын тағы мизоген, сосын көп негізі. Сосын Камала Харрис айтты, фашист деді оны. Былай қарасаңыз, сұмдық айыптаулар ғой, енді елдің бәрі сөйтіп айтады да. Бірақ ақш-тың бір жақсы, мысалы Камала Харристі бәленбай жаңа поп жұлдыздар, әншілер, эстрада жұлдыздары қолдады. Бірақ кімді де қолдады? Трампты да қолдады да, жаңа Илон Маскадан бастап бизнесмен, әншілер нелер да. Бізбен салыстырғанда ақш-тың бір жақсы осы да, мысалы таңдау бар дейсіз ғой, кімді таңдау? Жоқ, таңдау бар, сосын біреуді біреу сөкпейді да, сен яғы ананы қолдадың деп сөкпейді. Бізден бір жақсысы. Мысалы, ойбай, сен яғы Трамп үшін дауыс бересің деп сөкпейді. Сөгіп отқан шығар олардың әлеуметтік. Мысалы, Илон Маск не деп жатыр, мысалы. Оларды бір-біріне жоқ, енді ол жерде былай қарағанда екі не ғой. Мысалы, сен Камала Харристі қолдаппын деп, жаңа эстрада әншілерін сахнаға шығармай қоймайды. Бізде оппозицияны қолдаған әншілер сахнадан мүлдем кетіп қалады ғой. Билікті сынадың ба, әнші бітті, ол республика сарайында сосын өлгенде де көрмейсің, былай айтқанда. Эфирге мүлдем шығармай қояды. Корпоративтерге мүлдем шақырмай қояды. Енді Америка мен Қазақстанның автократия демократия айырмашылығы осы ғой. Меніңше басқа
андай ең қарапайым бір түсінікті мысалмен келтіру басқаша мүмкін емес сияқты. Сонда Трамп Украинаны қолдамай қойса, Ресей жеңіп кетуі мүмкін ғой. Ресей жеңіп кетсе Қазақстанға не болады артынан? Одан кейін біздің облыстарға шабуыл жасай ма? Енді өкінішке қарай көршіміз сондай болжауға келмейтін, қай уақытта ойына не кіріп шығатынын білмейтін агрессор басқарып отыр көршімізде. Одан кейін Трамп Украинаны жеңіске жетуіне көмектесемін деген жоқ қой. Соғыс тоқтатамын деді. Соғысты қалай тоқтататыны ол ең маңызды сұрақ. Уәдемде тұрдым, соғысты тоқтаттым, таяу шығысты тоқтаттым. Не дейсіңдер маған? Уәдемде тұрдым. Американың ақшасының бәрі сыртқа кетпейді, ішке кетеді деген. Бірақ Американы көмек бергенде мынандай ғой, миллиардтар көмектер кетіп жатыр. Бірақ ол ақша неге кетеді? Ол ақша америкалық қару-жарақтарды сатып алуға кететін ақшалар. 60 миллиард бөлді десе, сол 60 миллиард сол Американың қару-жарағы ғой, қару-жарағы бар, одан бөлек жаңағы Украинаның әскерін дайындықтан өткізеді. Солардың жалақысы бар деген сияқты да. Тамақтары бар, басқасы бар. Сосын бір американдағындай бір неге соншалықты бір ақкөңіл болмаса жаңағы жәбір көрген мемлекеттердің бір қамқоршысы ретінде көрсете беруге болмайтын сияқты. Осы жайында мен көп жерлерде бір жаңағыдай сөз таластырып, пікір таластырып қаламыз да. Мысалы Киевке басып кіргенде, Ресей басып кіргенде 3 күнде басып аламын деді. Америка бүкіл елшілігін алды да кетіп қалды. 2 ай күтіп отырды ғой. Одан кейін ештеңе берген жоқ. Одан кейін Зеленский айтты, саған да самолет жібере аламыз деп. Зеленский сөзде әлемге әйгілі сөзін айтты ғой, маған такси керек емес, маған қару бер деп айтты. 2 ай күтіп жатты Америка бүйтіп анау. 2 ай күтіп жатты, алдында айтты ғой. Қыркүйектің 3-үне айтқан есімде. Олар ескертті, соғыс бола ма деп сұраған кезде болады деп айтты. Дайындалсаң көрсін. Жоқ, ол айтты. Неге Америкалар соғысты көреді? Жоқ, айтуын айтты ғой. Америка жақсы көреді. Айтуын айтты. Бірақ мәселе сөзбен айту бар. Іспен көмектесу бар ғой. 2 ай құламай қойды. Мен айтты ғой өзі, соғыс көндір, сосын шамаларың келсе... 2 ай құламай қойғаннан кейін алар ұялды. Қой, мыналар әлемге масқара болмай тұрғанда осыларға көмектесейік енді. Болмады ғой мыналар деп. Оларда бір қайтпайды екен деді да, ұялғаннан. Америка жақсы ел ғой. Енді әр мемлекеттің өзінің артықшылығы бар, кемшілігі бар, проблемасы бар. Әр мемлекет жетеді ғой өз проблемасы. Бірақ Американың артықшылығы ол жақта қанша кемшілігі болса да жұмыс істеп тұрған сайлау жүйесі бар, жұмыс істеп тұрған мемлекеттік саяси институттар бар, азаматтық қоғам бар, тәуелсіз медиа бар. Бірақ олар да қауіптің үстінде, өйткені Трамп медианы жау деді, керек болса жаңағы өзінің оппоненттерін қара тізім жасайын деді ғой. Қара тізім бар айтпақшы Трамптың. Билікке барған кезде кімнен ақымдалам деген қара тізім бар. Жасап қойған, оның кезінде оған кімнің тіс қайрады, соның бәрін мен қайтарамын деген жаңағы. Бізде Бекболат деп оған бар екенін білмейді, әйтпесе ол керек болса қарғатып аламын деп айтатын сол тізімді беріп. Трамп біздегі азаттықты жақтыра білмейді ғой. Біздің президенттер қайтып азаттық оқиды ғой, ол жақтыра білмейді. Ол көзқарасы мынандай да, Республика партиясы көп басшылардың сырт елдің баспасөзіне немене ақша беріп отырмыз деп, ол ақшаны жаңа ішке елге берейік деп. Ол азаттықты жауып тастауы мүмкін, қатты кетсе. Енді өкінішке қарай Трамптың жаңағы автократиялық көзқарасы көптеген дүниеге әсер етуі мүмкін да. Енді азаттыққа қаншалықты әсер ететінін білмеймін, бірақ ақш-тың ішінде Washington Postқа мысалы өткен Трамптың әсері болды. Джефф Безос Amazon компаниясында әлемдегі ең бай адамдардың біреуі. Осыған дейін Washington Post кімді қолдайтынын ашық айтып келген. Осы жолы айтпай қойды. Енді Джефф Безостың сәйкестік деп айтады. Трамп Техасқа келген кезде Джефф Безостың компания үлкен империя ғой, соның өкілі Трамппен кездеседі. Сол күні түстен кейін ба Washington Post мәлімдеме жасайды. Біз осы сайлауда бәрінен бейтарап болу керекпіз, ешкімді қолдамаймыз деп. Джефф Безостың компаниясы ол қауіпсіздікке де қатысы бар компания, үлкен империя ғой. Ол не үшін жасап отыр? Ол көріп отыр Трамптың қайтып келетін шансы бар екенін. Егер Трамппен ерегісіп қалатын болса, ол не істейді? Мемлекеттік контрактты бермей қояды. Жалпақтым айтқанда тендер бермей қояды. Тендер бермей қояды. Басқа компанияларға беріп жіберуі мүмкін. Илон Масктың да бизнесі ол ракета ұшыратын ол жай бизнес емес қой, ол ұлттық қауіпсіздікпен байланысты бизнес қой. Миллиардтаған, триллиондаған доллар бизнес. Оның барлығы тек қана ол Трампты жақсы көрген емес, симпатиядан ғана емес. Арты шетінде бір бақайсет тұр да. Ертең келген кезде кім қолдау білдірді? Трампты қараңыз, ана Флоридаға барып тойлады. Қасында кім жүрді? Өте маңызды нәрсе. Кіммен бірге тойлады, кіммен шампан ішті. Ертең ол кіммен бизнес жасайды, кімді командасы жинайды деген сигнал ғой.
ертең ба бүгін ба Путин келіп жатыр Қостанайға. Оның алдында біздің президент Франциядан шыға салды да жаңағы Бішкекке кім Асекең ренжіп отырған Димаштың несіне Бішкекке барды, бірақ ең алдында оның алдында Монғолияға барды. Монғолияға. Монғолияда мен сомдық символика көрдім да. Киіз үйде отырады президенттер. Шыңғыс ханның несі Альберт. Президент айтады да, біз жош ұлысын сақтап отырмыз деп. Шыңғыс ханның баласы ғой енді былай. Бірақ енді ана хабар сөйтіп таралды, мен сол ана сөз арасында бір мәселені оқып қалдым да. Монғолия уран өндіруді Қазатомпромға беріп жатқан сияқты. Бізде Қазатомпром негізі көбіне Ресеймен жұмыс істейді ғой. Сонда қазір енді алдына барып Ресеймен не қылады? Бір ойланып қалдым, может конспирология шығар. Өзінен сұрағым келіп отырған. Ресей қазір басқа елге барып, мысалы бизнес аша алмайды. Оның үстіне уран өндірісін аша алмайды. Оған жаңа не сала алмайды. Ресеймен ешкім не қылмайды, өйткені бәрі санкцияға шығарылатын қорқады. Қазатомпром өз өндіре ма уранның несін, жоқ онда Ресей өндіре ма? Енді алдында ең бай кен орындарының біреуін Ресейге сатып жіберді ғой біздің билік. Қазатомпромға тиесілі кен орны. Енді АЭС салу бойынша алдында бір жаңалықтар шықты ғой. Мәскеудегі комиссия Қазақстанға тапсырма берді деп. Осы дайындық жұмыстарын тездету керек деген сияқты үкімет басшыларының деңгейінде шешу керек деп. Енді Путин келе жатыр, осы АЭС-ті міндетті түрде қозғайды деп ойлаймын. Одан бөлек бізде энергетика саласында қаншама келісімшарттар бар, жаңағы тестерді қайта салу, жаңарту деген. Одан бөлек мұнайға байланысты жобалар бар. Лукойлдың қатысатын, қатыспайтын, Қазмұнайгаз қатысатын, қатыспайтын. Тағы да мынау мен назар аударатын нәрсе мынау деп айтар едім. Украинада соғыс басталғалы бері Ресей арқылы келетін импорт күрт төмендеп кетті. Қазір импорттың бәрі Еуразиялық экономикалық одақтың территориясына Қазақстан, Қырғызстан арқылы кіреді негізінен. Беларусь арқылы да кіреді кейбір тауарлар. Қарап тұрсаңыз, баланс өзгеріп кетті. Бұрын Ресей арқылы келетін еді ғой көбіне. Бірақ келісімшартқа қол қойған кезде 86-87% ба импорттан келген тарифтен түскен ақша Ресейдің экономикасына кететін еді. Ал ортақ қазанды бөлді. Ортақ қазанды солай бөлді. Біздің бар болған 6-7% ба сол ғана. Енді біздің үкіметтегілер енді көзге көріне бермейді, бірақ жаңалықтарды былай оқысаңыз, біздікілер сол балансты өткісі келеді, кішігірім көбірек пайыз алғысы келеді. Бірақ олар айтады, көке демал. Біз одақ құрған кезде осы келісімшартқа қол қойғанбыз деп. Бірақ ол шарттары бар, бірақ шарттар елемейді. Кремль айтады, сол айтады. Путин алып келе береді Қазақстанға, солай ма? Енді Путин біріншіден жоқ, біріншіден Путиннің қазір баратын жерлері де аз қазір. Бара алатын жерлері де аз. Қарап тұрсаңыз, Солтүстік Кореяға бара алады, Иранға бара алады, Қазақстанға бара алады, Түркменстанға бара алады. Осы аймақтың ғана Африка елдеріне бара алады деген сияқты. Жөні дұрыс, демократиялық ешқандай ел оны ешкім қолға алыспайды қазір Путинмен. Қайсым кеше бәрі қолынап кетті ғой. Гутерриш енді ол хейтке ұшырап жатыр. Бәрі келіп қолынап төс қағыстырып кетті. Демоктарының басқа тістеп қолынап. Енді Гутерриш енді Біріккен ұлттар ұйымының Тоқаев айтпақшы реформалаудың одан артық қандай мысал керек, мысалы Гутерриш келіп қолын алып кеткен. Және Гутерриш өтініші болған екен, бұны шығармай ақ қойдық деген сияқты. Путин көп келеді Қазақстанға, Тоқаев көп барады Ресейге. Айына бір рет жолығып тұрады, осылай кездесіп тұрады. Сол не керек деген. Енді қарасаңызшы, изоляцияда отырған президент, екінші жағынан қаңтардың кезінде Тоқаевтың билікте қалуына бірден бір ықпал еткен адам, өзінің әлі күнге қарыздары сезінеді. Одан бөлек реэкспорт біз арқылы кетіп жатыр көптеген дүние, соғысқа керек қару-жарақтар да, қазір қолыққа басқанымыз келеді. Бұрын Қазақстан арқылы Ресей жерден, қазір Қытай арқылы Қазақстанға алып келіп, одан Ресейге жіберіп жатыр да. Өткенде бір компанияны санкцияға қосты. Қарап тұрсаңыз енді қазір шешетін нәрселер көп болып жатыр. Мына кем дегенде қазірдің өзінде 15 миллиард болатын АЭС-тің тағы шешейін деп жатыр. Одан бөлек қаншама басқа дүниелер бар. Кеше Францияға барған кезде АЭС талқылаймыз деді ма? Француздармен? Жоқ, Францияға барғанда президент Ле Фигароға ма бір француз мақала жазды. Мен соны бір көз жүгіртіп бір оқып шыққан кезде алдағы келесі АЭС-тің мәселесін сіздермен талқылаймыз деген ба, или бірлесіп бізде жаңа екінші АЭС салу керек деген сияқты бір әңгіме басталды ғой. Екінші реактор. Сондай тұрғыда айтқан. Сонда Францияны да қатыстырамыз деген әңгіме ғой. Жоқ, екінші реактор салып жатсақ болашақта соған келесі біріншіні жаңа Росатомға беріп қойдық деген сигнал.
кейін көреміз деген сияқты әңгіме ғой иә. кейін көреміз деген. Енді мақалаға қосу керек болған ғой бір нәрседе жаңағы қолмен ұстап көзбен көретіндей шамалы болашақта не болады дегенге. бірақ маған жаңағы Моңғолияға барғандағы сапардың ең басты сапардағы мақсаты сол болған сияқты. Уран өндірісін бірігіп өндіру. Бірақ енді бізде енді Қазатомпром дегенде жартылай Росатомпром есте тұрады ғой. Сол Ресей біз арқылы Моңғолия уранына қол жеткізген сияқты. Өйткені бұның алдында Германия жүгіріп жүрген ол жаққа. Моңғолияның өзі Германияға емес, Ресейге бет бұра бастағаны байқалады. Немесе Қазақстанға, орта державалы Қазақстанға. Моңғолияның президенті Путинге айтты ғой бір рет. Біз Алтын Орданың бұрынғы шекарасын айтпай ақ қойып картасын көрсетті, есіңде ме? Бұрынғы президент айтты, қазіргі емес. Бұрынғы президент көрсетті ғой анау Украина басып кірді 2022 жылы Ресей. Сол кезде картаны көрсетті. Иә, біраз хит болды. Мынау біздің жерімізді айтпай ақ қойып қандай екен деп. Ана күні сайлау бола салған күні шалқар шақырғанымыз келген. Сосын бірақ ойладық енді ақш біз сияқты емес, сайлау қорытындысын бір күнде сол күні айта салмайды деп ойлаған еді, бірақ осы жолы таңғалдырған ақш баспасөзі бірінші айтып тастады. Нәтижесі күтпей жатып ақ Трамп жеңді деп тастады. Сосын екінші күні шалқарға сондай көңіл күй болмады, оны түсіндік. Сол Трамп келіп қатты қайғырып отыр екен деді. Сонымен іштегі шерін шығарсын деп шақырған еді. Былай қарағанда демократиядан әлі де үміті бар екен, жаңағы қатты күйзеліске де түспепті. Оның үстіне бұрын ақшта жүріп Трамптың қалай жеңгенін де көрген екен. Бір рет стресс алса екіншісіне дайын боласың ғой. Бір стресс күйзеліс тестісінен өтіп алған екен. Оны көріп біз де қуанып отырмыз. Енді әңгімемізді осымен аяқтасақ. Да, шақырғандарыңызға рахмет. Мен айтқым келіп тұр, біз осы уақытқа шейін қандай стресстерден өттік та, әлі жүрміз ғой ештеңеден. Ол Қазақстанда адамдар стресс депрессия. Бір сайлауды көріп стресс болып қалыпсың да. Жоқ, мен жоқ, Трампқа ғана қатысты айтып отырмын ғой. Қазақстанның ішіндегі ол қанша стресс көрдіңіз? Қанша стресс? Жоқ, біз стресспен өмір сүреміз тек.